Қазақстан Республикасы деген ата қалды. Бірақ неге екенін түсінгеніміз жоқ. Кезінде оншама түсінгеніміз жоқ. Содан кейін ол бірінші адым. Ал енді екінші адымда біз осыны болып жатқан жер асты барлық байлықтар, яғни қазақ жерінде құрылған мемлекеттік деп белгіленген. Енді соның екінші этапына өтіп кетейік деп тұрмыз. Яғни былай жалпақ тілмен айтқан қараса, жер кімдік болса, соның үстінде тұрған үйде, яғни мемлекетте соныкі. Яғни бұл ұлттық мемлекет дүниежінің бәрінде солай. Бірақ ұлттық мемлекет болған үшін бірақ қана себеп бар, сонда тұрған ұлттар қайтыс болып кету керек. Болмаса оларды өлтіріп тастау керек. Аборигендер менен индеистерді өлтірген сияқты. Ал Совет үкіметінің тоқтап қалған себебінің бірі олар орыс ұлтын және басқа ұлтты құртып, орнына совет халқын жасай алмады. Ал біз соның екінші этапына жақындап қалдық. Яғни қазір мына мемлекеттің иесі қазақ халқы емес деген ұғым пайда болатын болса, онда мына жер асты байлығы да, болып жатқан жағдайлар да, сатылып жатқан дүниелерде ертең национализация бола алмайды. Болған күннің өзінде де қазақ халқына қайтып келмейді. Ешкім көрмеген, өмірде жоқ Қазақстан халқының қолына тиеді. Олай болатын болса, қазіргі сіздерде мен байқағаным, бүгін бір пікір қабылдануы өте қиын. Себебі ұсыныстар әртүрлі. Адамдардың дайындықтары әртүрлі. Яғни бұнда екі жол бар. Біріншісі, ұлттық идеология жағында бірінші рет қазақ ұлты өзінің идеологиясын жасап, қазақтардың, қазақстандықтардың, бүкіл республикада тұратын адамдардың бәріне тарату. Бұл бірінші жол. Екінші жолы, қазір үкіметтің айтып жатқан доктринасына балама доктрина жасап, үкіметке қабылдатқызу. Бұл енді беймәлім жол. Себебі ол жерде заң тұрмақ, доктринаның өзі де кім күшті болса соныкі қабылданады. Ал ондай күштеріңіз бар ма? Жоқ. Біріншіден, менің ойымша, олай болатын болса, негізгі тақырып бір жағынан күш жинап, екінші жағынан ұлттық идеологияны ұлттың арасына сіңіру. Ол үшін оны дайындау керек. Қазіргі болып жатқан мен екеуінде жақсы танысып шықтым. Яғни ассамблеяның дайындаған жобасыменен оған тұжырымдаманың балама жобасын. Екеуі де доктрина деген Айдос айтып жатты, дүниеде әртүрлі доктриналар көп, солардың бәрін бастан аяқ қарап шықты. Кімнің қандай доктринасы бар, доктрина қай кезеңде жағынады. Доктрина деген ол идеологияның негізгі түпқазығы болатын идея. Яғни біздің идеямыз не? Олардың идеясы қазақ халқын жойып, орнына Қазақстан халқын құру. Бұл бір. Оған балама болатын. Біз оған көнбей, қазақ халқын сақтап, қазақ халқының ұлттық идеологиясын беру. Сол ұлттық идеологияға, ол идеологияға қарсы болуы. Қалғанның бәрі, жаңағы сөздер әртүрлі, ол бірақ оны сырып тастайды, мұқтарақ айтқан сияқты, ол өзінікін жасайды. Оған сіздер ешқандай қауқарыңыз да, ештеңеміз жоқ. Оған қарсы келемейміз. Бірақ соның ішінде птичкаға кіріп кетеміз. Оған Отан партиясынан басқа өзің айтқан барлық ұйымдардың несі қатынасқан жиналыста қабылданып ұсынылған тұжырымдаманы біз оқиды-сөкейді бір жерін оны мұны ескердік, соныменен ескертті дейді. Сонымен сіздің қолда газетте жоқ, журналда жоқ, халықтың арасында жоқ олай емес деп айтамайсыз. Авторыңыз бір мешкей деген, ат жаман деген сияқты авторыңыз бір жарылап кеткеннен кейін. Ал егер екінші вариант, сізде қорқытқан сияқты, ашық жариядан қорқыттыңыздар ғой, ол өзімен бұл жақта болмағаны. Яғни одан қорқып қалды. Егер сол тұрғандарыңызбен тұрсаңыздар, өздеріңіздің басқаның айтқанына көнбей, ананың ассамблеяның баламаны 15 күн берді дегенше 15 күнде басқасында бермей, жағын ары қарай өздеріңіздің үндеу арқылы ма білмеймін, оның формасын ойластыруыңыз керек. Ары қарай өздеріңіз деңгейінде тұрсаңыздар, ақырындап аттарыңызға халық та, жаңағы сіз айтқандай басқалар да естіп біліп жиналар еді. Баяғыда жоңғарға қарсы болған кезде, баяғыда батырлар сай-сайда жиналды алдымен. Бір батыр қашып кетіп барады, келіспей, келіскендер ауылда қалған. Сонымен екінші батыр екінші сайда жиналды, сөйтіп бір-біріне хабар беріп, кейін үлкен өздеріңіз білесіздер жоңғарға қарсы шайқасқа айналды. Алдыма келсе, мен келмеді ғой, келсе.
Атамның құнын кешуге, жоқ, алдыңа келсе, атамның құнын кешуге әзірмін, бірақ ұлтымның құнын кеше алмаймын. Дұрыс.